Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Сонымен кезекті кітабымыз сіздер үшін арналған «Самурай без меча». «Самурай без меча» бұл кітап кімге арналған? Егер де сіз тарихты жақсы көретіңіз болсаңыз, самурайлар туралы, или же лидерство жайлы жақсы көретін болсаңыз, немесе өз-өзіңізге сенімді болмай жүрсеңіз, бұл кітап сізге арналған. Сонымен кітап бұл 200 беттен арналған. Сонымен бұл кітап бет саны 200, отзывтар бойынша 96% адам бұл кітапты мақтайды. Кстати, мен де мақтайтындардың қатарындамын. Бұл кітаптың авторы Китами Масоао деген автор жазған. Бұл өтірік айтпасам негізделген кітабы Чейз Самурай деген сол кітаптың основа ретінде алған болатын. Бұл кітап неге бестселлер болып кетті, бұл кітапты неге оқып жатыр десеңіздер, бұл кітапта сонымен қатар Тим Кларк деген американский писатель редакциясын жасаған. Как правило, американецтер жақсы реклама жасайды, маркетингқа мықты көңіл бөледі. Дандыран кетті и бір не кетті, инсайттар. Сонымен мен бұл кітаптан негізгі 4 инсайт алдым. Ең алғашқы инсайт. Специально жазып алдым. Ең алғашқы инсайт ол өз өміріңді қолыңа ал. То есть будь хозяином своей жизни. Бұл осы жайлы. Себебі бұл кітаптағы автор сол елдің ханы туралы айтады, то есть императоры. Тойота Хидайоси деген жігіт. Хидайоси кедей семьядан шыққан, кішкентай кезінен көп проблемалар болған, әкесі ерте қайтыс болады, ал өгей әкесі бұны постоянно соғады. Бұл өзі сондай сәл түр онша емес, ұсқынсыздау, бойы аласа, денесі мықты емес болады. Ал сол кезде адамдар дене сымбаты мен дене беттің пішін бірінші орынға қойып жүрген кездер болатын. Бірақ дегенмен де бұл еңбектің нәтижесінде бұл айтады, кедейлік менің ең бай, ең мықты күшімнің бірі дейді. Сол себепті де бұл, наверное, енді бүкіл империяның, Японияның тайпаларын біріктіріп, үлкен империя создавать еткен адам. Бұл әкесінен таяқ жей бергеннен кейін үйінен кетіп қалып, әртүрлі жерлерде қызмет жасап көреді, біреуде құлшылықта болады, әртүрлі адамдарда қызмет етеді. Сөйтіп келе бұл өзінің характерімен шыңдала түседі. Сөйтіп бұда бір стержень пайда болады. Бұрын сонды болмаған. Кстати, бұның крылатый фразалары өте көп, соның ішінде мен невозможно нәрсеге сенбеймін дейді. Себебі кедей адам, бай емес семьядан шыққан адам, император болды деген өзінің өмірін мысалға ылғида алып отырады. Екінші инсайт ол бастық болма, лидер бол. Не будь боссом, будь лидером. Осы нәрсені айтады, себебі бұл әрдайым осындай философияны дәріптеп қана қоймай, соны өзінің өмірінде паш етіп отырған. Бір кездерде өздерінің тұрып жатқан елді мекеніне басқа елдің князі келіп шабуыл жасайды. Сол кезде шабуыл жасап келген кезде адамдардың біраз қырылып қалады, сонымен қатар жерде құйын, дауыл болады да стенасының бір бөлігін шауып алып кетеді. Құйын. Сол кезде тездетіп оборона жасау керек болады. Сол оборона жасау үшін сол елдің князі, император, князь ғой, император жоқ кезде. Князі 500 адам сол жерде жұмыс жасауға жұмсайды, арнайды. Бірақ 500 адам өте жылдан баяу жұмыс жасап жатады. Сол кезде Хидайоси келеді де, князіне до такой степени дерзкий, айтады: мен осыны өзім бітірейін, маған осы 500 адамды бер дейді. Себебі алдындағы 500 адамға руководство жасаған адам олардың барлығын соғатын, боқтайтын, оскорблять ететін, бір ақылға сыйымсыз дөрекі управленец болады.
Ал мен болсам басқа формада управлять етемін. Жарайды, мен саған 3 күн уақыт берем, 3 күнде болмайтын болса, егерде нәтиже сен өкінесің дейді. Сөйтіп ең алғашқы күнін ол пландауға арналады. Қалай жұмыс жасайтынын түсіндіруге. Осы кезден ақ японецтардың философиясына көңіл бөлсек болады. Себебі японецтар өте қатты көңіл бөледі планированияға. Сөйтіп бір күн планировать етеді, түсіндірумен өтеді, одан кейін оларға жақсылап тұрып тамақ береді, одан кейін оларды ұйықтатады, қалған 2 күнде стенаны бітіріп тастайды. Сөйтіп ол жәнегі обычный рабтан бір деңгей дәрежесі жалпы өсе бастайды. Үшінші инсайт мен алған ол тәкаппар болмау жайлы. Тәкаппар болу ол зияндық. Бір күндердің күнде бір мемлекетпен соғыс қалып жатады, және тайпамен, көршілес тайпамен империясын қалыптастырып жатқан кезде, сол империясын қалыптастырып жатқан кезде ол алады соғыстың алдында пир жасайды, той жасайды жалпы. Той жасап жаңағы тамақ ішеді, ол өзінің уверенностін көрсеткісі келді өздерінің қарсыластарына. Бірақ сол кезде бір солдат оған келеді, енді ханға келеді, сенікі дұрыс емес деп айтады. Ол басында оны өлтіріп тастап басын алғысы келеді, бірақ өз-өзімен күреседі, жәнегі жігітті тыңдап оған мотивация береді. Бұл жерде меңзеп тұрған нәрсесі тәкаппар болма, болашақта келіп жатқан нәрселерді қабылдауға бұл саған зиян болады. Информацияны түсіне алмайсың. Сол үшін тәкаппарлықты өзіңнің өмірінен алып таста деген нәрсені меңзейді. 4-ші инсайт, бұл енді қысқантай ғана инсайт десе де болады. Бұл жерде тәкаппарлық емес, бұл жерде оптимизм жайлы айтылған. Әрдайым оптимист бол. Қорықпа ештеңеден, алға дерзай, қайтып қалма, шыдамды бол, әңгіменің барлығы осы жерде. Одан кейін бұл жерде оптимизм деген ол күштің ғана емес, дипломатиялықтың, іскерліктің, айлакерліктің бейнесі сенің оптимизмді болу керек деген инсайттарды осы кітаптан алып саламын. Мен бұл кітапты сізге оқуға кеңес беремін, себебі бұл кітап өте жеңіл оқылады, жылдам жүгіріп отырасыз, как будто бір сериал көріп отырған сияқты. Сол себепті кеңес беремін. Кстати, бұл кітапты мен 2022 жылы сатып алған болатын. Қаңтар оқиғасы басталған кезде Қазақстанда. Бір күнде оқып тастадым. Өте жылдам оқылды. Одан кейін бұл жерде главный секрет болған еді. Соны айтуды ұмытып кеттім, кстати. Секрет? Ешқандай секрет жоқ. Бұл сөз жайлы. Егерде сіз командаңызбен жұмыс жасағыңыз келетін болса, бұл кітап сізге қажет болады. Мен сізге точно кеңес беремін. Аяғында посоветую, кітап көп оқыңыздар, білім алыңыздар. Егерде бизнес жайлы, команда жайлы білім алғыңыз келсе, менің парақшама тіркелсеңіз болады. Көптеген пайдалы ақпараттар бар. Сау болыңыз. Комментарий жазуды ұмытпаңыз, кстати. Комментарий жазыңыздар. Себебі біз уже 2 видео ілдік. Бір видеода 27 просмотр, бір видеода 79 просмотр ғана салғанымызға уже почти бір аптадан асып кетті. Енді мұны тыңдап атсаңыздар, енді кейін болып кететін шығар. Но в целом читающий адамдар өте аз. Даже полезный информация қазақ тілінде көре алатын адамдар тоже аз. Комментарий қалдырыңыздар, пікір қалдырыңыздар міндетті түрде. Лайк басыңыздар, подписывайтесь, колокольчиктің суретін тоже басып қойыңыздар.